Так, бірінші есеп қалай шығарамыз? Бізде қалай берілген? Яғни синус 5 альфа қосылған синус 7 альфа берілген. Ары қарай біз қандай формула пайдаланамыз? Яғни синус x қосылған синус y. Бұл кезде бізде не болатын еді? Синкос болатын еді. Синус x плюс y бөлінген 2 көбейтілген косинус, яғни x минус y бөлінген 2 болатын. Осында тең болады, тең болады. 2 синус 5 альфа қосылған 7 альфа бөлінген 2 косинус 5 альфа азайтылған 7 альфа бөлінген 2 тең болады. 2 де қоямыз, 2 өзгермейді. Мынаны қоссақ, 5-ке 7-ні қоссақ қанша болады бізде? 12 бола қояды. Мынау минус 2 бола қояды. Синус 6 альфа косинус минус альфа болады. Енді мынаның қасиеті бойынша косинус минус x болатын болса, ол бізде неге тең болатын еді? Косинус x-ке тең болатын. Тең болады, сонда бізде 2 синус альфа косинус альфа бола қояды екен. Осылайынан шығара қоямыз. Енді келесі екінші есеп. Екінші есеп ол бізде қалай еді? Косинус 52 градус қосылған косинус 38 градус. Сонда біз қай формуланы пайдаланамыз бұл жерде? 2 косинус x қосылған y бөлінген 2 косинус x азайтылған y бөлінген 2 деген формуланы пайдаланатын едік. Осыны пайдаланып, маған шығарып жібере қоясын. Мен қазір былай не қойып қоям, отметка. Маған ұқсайды, осыны шығара қоясын, өзім мен тексере қоям. Сосын келесі есеп бізде. Так, келесі есеп бізде синус 5 альфа көбейтілген синус 7 альфа еді. Бұл бізде үшінші есебіміз. Қандай формуланы пайдаланатын едік? Синус x синус y. Ол бізде 2-ден 1 косинус x минус y азайтылған косинус x плюс y еді. Осыған сала қоямыз. Осында кеттік. 2-ден 1 де қоямыз. Косинус 5 альфа азайтылған 7 альфа. Азайтылған косинус 5 альфа қосылған 7 альфа еді. Так, шығара қояқ сонда. Тең болады. 2-ден 1. Наяқта не болады? Минус 2 альфа. Қасиеті бойынша мен қалай жазсам болады бірде? Косинус 2 альфа деп жазсам болады. Азайтылған косинус 12 альфа бола қояды екен. Бұл осылайынан шығара қоямыз. Бұл бізде соңғы жауабымыз болады. Енді келесі төртінші есеп. Маған сен шығарып жібере қоясын. Косинус пи бөлінген 3 көбейтілген косинус 2π бөлінген 6. Так, 2π бөлінген 6-ны сен қалай жазсам болады? Сен оны пи бөлінген 3 деп жазсам болады бірден. Міне. Это одно и то же. Бізде оның формуласы қандай еді? Бізде оның формуласы косинус x қосылған косинус y түрінде беріліп тұр ғой, көбейтілген. Көбейтілген косинус y. Бұл бізге неге тең болатын еді? 2-ден 1 косинус x минус y плюс косинус x плюс y. Осы формулаға салып, маған тоже жібере қоясын. Енді келесі есеп бізде. Үшінші.